Қайырлы күн достар. Бүгін видеода жүрегіңіз ауырып жүруі мүмкін екенін көрсететін 10 ескерту белгілерімен танысамыз. Статистикаға сүйенсек, тек жыл сайын жүрек қан тамыр жүйесі ауруынан 900 мыңға жуық адам қайтыс болады екен. Жүрек ауруларының дамуына ықпал ететін көптеген факторлар бар, бірақ олардың көпшілігі дұрыс емес өмір салтына байланысты. Сіздің денеңіз сізге алдын ала сигналдар береді. Осылайша сіз ауруды ерте анықтауға немесе тіпті оның алдын алуға болады. Міне, жүрек денсаулығының нашарлауының ең жиі кездесетін 10 белгісі. Егер сіз олардың кез келгенін байқасаңыз, дереу дәрігерге барыңыз. Номер 10. Қолдағы ауырсыну. Жүрек проблемалары кезінде көптеген ер адамдар сол қолының ауырсынуын хабарлайды, ал әйелдер бір немесе екі қолында бірдей ауырсынуды сезінеді. Кейбір әйелдер жүрек соғысының алдында шынтақтың ерекше ауырсынуды болатынын сезеді. Өйткені жүректен шыққан ауырсыну миллиондаған жүйке ұштары қосылатын жұлынға өтеді. Ми шатасып, сіздің қолыңыз ауырады деп ойлай бастайды, бірақ іс жүзінде олай емес. 9. Тұрақты жөтел. Тұрақты жөтел әртүрлі медициналық жағдайлардың симптомы болуы мүмкін, және жүрек тамыр аурулары осы тізімде. Мысалы, қызғылт қанда аспиратпен созылмалы жөтел жүрек жеткіліксіздігі бар адамдарға жиі кездеседі. Атына қарамастан, жүрек жеткіліксіздігі өлім үкімі емес. Бұл адамның жүрегі қанды дұрыс айдамайды дегенді білдіреді. Нәтижесінде дене қан мен тіндерге жеткізілетін оттегінің қажетті мөлшерін ала алмайды. 8. Ісінген тобық пен аяқтар. Жүрек дене арқылы жеткілікті қан айдай алмаса, қан тамырларынан сұйықтық айналадағы тіндерге ағып кетеді. Төменгі аяғыңыз ауырлық күшінің әсеріне ең көп зардап шегеді. Бұл жағдай перифериялық ісіну деп аталады, және онымен ауыратын көптеген адамдарда бауыр дисфункциясы, гипертония, жүктілік немесе тіпті отырудан туындауы мүмкін. Дегенмен жүрек ауруы бар науқастарда да ісіну өте жиі кездеседі. 7. Жүрек айнуы және тәбеттің жоғалуы. Көптеген жүрек науқастарында анорексия, жүрек айнуы немесе екеуі де кездеседі. Оның себебі бауырдың айналасында және ішекте жиналған сұйықтық және ас қорытуға кедергі келтіреді. Бұл белгілер әдетте іштің ауруы, ішектің бұзылуы немесе кебулерімен бірге жүреді. Қысқа мерзімде ішек коликі өте жиі инфаркттың хабаршысы болып табылады. Сондықтан егер сіз бірден осы белгілердің бірнешеуін байқасаңыз, дереу дәрігерге барыңыз. 6. Алаңдаушылық. Американдық кардиолог қауымдастығы жүргізген бірнеше зерттеулер өмірінің басында немесе өмірінің көп бөлігінде қатты алаңдаушылықпен ауыратын адамдарда жүректің ишемиялық ауруы пайда болу ықтималдығы жоғары екенін көрсетті. Мазасыздық, стресстік өмір салты немесе ауыр фобиялар сияқты басқа мәселелерден туындауы мүмкін. Мазасыздық жүрекке байланысты әртүрлі әсерлерді тудыруы мүмкін. Мысалы, тахикардия, қалыпты емес жоғарғы жүрек соғу жиілігі, жоғарғы қан қысымы уақыт өте келе коронарлық ауруға әкелуі мүмкін, немесе инфаркттан аман қалу мүмкіндігін азайтады. 5. Бас айналу немесе сананың жоғалуы. Ғылыми ортада синкоп деп аталатын бас айналу немесе қысқа мерзімді сана жоғалту біз жоғарыда айтқанымыздай жүрек науқастарында өте жиі кездеседі. Жүрек ағзалар мен тіндерге қанды жеткілікті айдай алмаса, олар қажетті мөлшерде оттегіні алмайды. Ми да оттегінің жетіспеушілігінен зардап шегеді. Егер қан ағымы артерияның немесе қақпақшаның тарылуымен бітелсе, бұл жүрек синкоп деп аталатын денсаулыққа қауіпті және тіпті өмірге қауіп төндіретін жағдайға келуі мүмкін. Жүрек синкопының болатын өлім қаупінен жоғарылау аймағына 60 жастан асқан адамдар және әйелдерге қарағандар ерлер жиі жүрек ауруы диагнозы қойылған адамдар, сондай-ақ физикалық жүктеме кезінде немесе шалқасынан жатып есін жоғалтқан адамдар жатады. 4. Сіздің теріңіз бозғылт немесе көкшіл түсті. Егер сіз табиғатыңыздан бозғылт болсаңыз, бұл сізді жүрек ақауы бар дегенді білдірмейді. Бірақ кенеттен жүрек қанды тиімді айдауды тоқтатқандықтан қан айналым төмендеуінің белгісі болуы мүмкін. Жүрек талмасы немесе сәтсіздікке ұшыраған адамдардың кенеттен бозарып кетуінің басты себебі осы.
Үшіншісі тері бөртпесі немесе терідегі ерекше дақтар. Біреуі аллергия және клиникалық иммунология журналында жарияланған, екіншісі Америка кардиология колледжі жүргізген екі тәуелсіз зерттеу экзема мен лишай жүрек ауруының даму қаупінің факторлары екенін көрсетті. Анықталғандай, экземасы бар адамдар қан қысымы 48 пайызға, холестерин 29 пайызға жоғары, ал бөртпемен ауыратындар онсыз адамдарға қарағанда 59 пайызға жиірек инфарктқа шалдығады екен. Екінші, созылмалы немесе кенеттен шаршау. Шаршау жақындап келе жатқан инфаркттың негізгі белгілерінің бірі болуы мүмкін. Әйелдер ерлерге қарағанда жүректің шаршауын жиі сезінеді. Инфарктпен ауыратын науқастардың 70%-ы эпизодтық алдында өздерін қатты шаршағанын және физикалық немесе психикалық белсенділіктің мұндай шаршауды тудырмайтынын және ол жүректен болса күннің соңында күшейетінін атап өтті. Мұндай симптомды өткізіп алу өте қиын. Кейде сіз төсек жинау немесе душ қабылдау сияқты ең қарапайым тапсырмаларды да орындай алмайсыз. Номер бірінші, терлеу. Шамадан тыс терлеу де жақындап келе жатқан инфаркттың ерте белгісі болуы мүмкін. Ол күннің немесе түннің кез келген уақытында болуы мүмкін. Бұл симптом әйелдерге де жиі кездеседі. Ең сорақысы, оны менопаузаға тән немесе түнгі терлеумен шатастыру оңай. Ол саңырауқұлақ тәріздес белгілер, тері жабысқақ болады және олар ауа температурасына және физикалық белсенділікке қарамастан терлейді. Ең көп терлейтін аймақтар алақан, аяқ және кеуде. Міне, осындай белгілермен таныстық. Жүрегіңіз ауырмасын десеңіз, онда физикалық белсенділік жетекші рөл атқаратын салауатты өмір салтын ұстану арқылы жүрегіңізге көмектесіңіз. Қуырылған және өңделген тағамдардан аулақ болыңыз және темекі мен шамадан тыс алкоголь ішпеңіз. Сондай-ақ біз бүгін талқылаған белгілер міндетті түрде әрбір жүрек науқасында пайда бола бермейтінін атап өткен жөн. Бірақ бұл ең көп таралған белгілер. Сондықтан абай болыңыз және өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Ал сіз білетін жүрек ауруларының белгілері туралы бізбен бөлісіңіз және лайк басып каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.